7 ноябрь 25 жыл. Мен Құрманов Емберген, Павлодар облысы Ақсу қаласының тұрғыны. Міне бүгін тағы келдім. Сол Әйгерім дүкенінің алдына. Диктатор жөніп құрбан ақымын төсірген. Елмен әкетті. Желтоқсан жаңа жөндеген. Бұл дұрыс келгенде. Өткен жыл күзден бастап күнде ғашылып шығып отырмын. Сол Ақсу қаласының арқасында тұра жүрмін енді. Кім тамақтан болса, кім ақшадай болса, бай мемлекетті барымыз қайыршымыз. Бәрін өзіміз кінәліміз, қорқақпыз. Бейбіт жүруге шығуға қорқамыз. Нағыз батырлардан жаңа өзен тұрып, жігіттердің беттеріне де қатыннан жамасына қорқақсыңдар деп. Бейбіт жүруге шығуға қорқасыңдар. Біз шындық айтқандарда Назарбаевтың құлдары қамайды. Әрбір бейбіт шерудің алдында. Мен уже 20 реттен неше рет қамады уже. 19 жылдың декабрьдан бастап. Ай, жігіттер, ояндар. Бала-шағаның бақытты болашағын ойлаңдар. Біз қазір Назарбаев қалмақтың құлымыз. Айтшы ертең біздің бала-шағамыз қарақтай құл болады. Айтпаймын жігіттер. Мен күн арадан ашқаннан мен басым айналып келген ойлаймын, бітті басым кетіп қалам деп. Жоқ, содан жүрек қатты соғып кетеді. Содан дәрігерлер бізді қабылдамайды, ақша сұрайды. Назарбаев өзінің қалтасы салды ғой, больницаның бәрін, өз ақшасына. Біз шетел азаматтарымыз. Яғни мені арылып қаршыға алдап кредит тоқта. Жаққа ғырынат, оңбаған. Өзім әкімет кіргізген, өзім арынып қаршығаны таныстырған. Жұмыс тартып алды. Алдыңғы жылы машина тартып алды. Біле жүргізуші қолы заңсыз арестован. Сол өткен жылы күзден бастап қайшылап шығардым. Өткен қыста бір қатты аяз болды, оның жел болды шықпаған. Келесі күні бір еркек келіп тұр. Мені көріп туысын көргенде қуанып, не болды сен? Кеше қайда болдың? Кеше аяз болды, оның жел болды сен. Дейді, сен уайымдап жүрген дейді, сізді тағанып салма дейді. Ояндар жігіттер. Осы видео пікір жазыңдар. Мен түскішін эфирде қазақша жүргіземін, үстінен орысша жүргіземін. Бізде көптеген ұлттар тұрады. Бәріне түсініп